Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгінгі музыкалық сабағымызды ғарыш әуені тақырыбымен өрбітеміз. Естеріңде болар балалар, өткен сабағымызда қасиетті Байқоңырымыз туралы композитор Альберт Алмағамбетовтың аспаптық музыкалық шығармасы Байқоңырды тыңдаған болатынбыз. Және қазақтың әлемге танымал ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіровті, Талғат Мұсабаевты, Айдын Айымбетті де әңгімелеген болатынбыз. Бүгінгі ғарыш әуені тақырыбы бойынша жалпы ғарыш деген сөзді қалайша ұғынамыз? Әуелі соны әңгімелейікші. Жалпы ғарыш деп жерді қоршаған шексіз кеңістікті айтамыз. Бүкіл аспан денелері, күн, ай, жер, жұлдыздар және басқа ғаламшарлар ғарыш әлемін құрайды. Біз жер бетінде өмір сүріп, осы ғарышта ұшып жүрміз. Ғарыш әлеміне арнап, әлем композиторлары небір ғажайып шығармаларын жазған болатын. Міне осындай композиторлардың бірі француз композиторы Дидье Марванидің симфония музыкалық шығармасы бүкіл әлемді, музыка сүйер қауымды тәнті қылып отыр. Дидье Марвани синтезаторлар патшасы атанған. Ал ол құрған Space Rock тобы 1980 жылдары әлемге танымал болды. Space Rock тобының орындауындағы симфония музыкалық шығармасын тыңдай отырып, біз қазір ғарышқа саяхатымызды жалғастырайық. Өздерің көріп отырған ғарыштық суреттер сендерге үлкен бір ғарыштық әсер береді деген ойдамын. Space Rock тобының симфония шығармасын тыңдап, тамаша әсерге бөлене беріңдер. Міне осындай тамаша музыкалық шығармаларды тыңдағаннан кейін, ғарыштық суреттерді көргеннен кейін, өзімде бір ғарыштық шығармашылықпен айналысып кеткім келетін сияқты. Сендерге шығармашылық сәттілік тілеймін.